Бүгін біз қазақ бейнелеу өнеріндегі өзіндік қолтаңбасымен танылған еліміздің белгілі мүсіншісі, колледжіміздің ұлағатты ұстазы, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі, Ыбырай Алтынсарин атының иегері, бірнеше оқу құралдарының авторы Өскенбай Мәлік Әуесханұлының арналған тағылымды алаң. Дөңгелек үстел барысында қонақтар пікір алмасып, шығармашылық, тәжірибе, ұстаздық жол және бүгінгі бейнелеу өнерінің даму бағыттары төңірегінде мазмұнды еркін сұхбат өткіземіз деп ойлаймын. Дөңгелек үстеліміздің алғашқы сөзін Зор Жұмақбетовнаға береміз, колледждің директоры, өзінің құрметті қызметкері. Өзім де Мәлік Әуесханов басқа бір қырынан көріп отырмын. Бүгін әлі өздеріңіз қанша көрме бүк жасаса да, мен графика мен скульптураны көрдік қой енді, ол скульптура әртүрлі материалмен жасаған. Ал осы жолы енді живопись, живопись жұмыстары, жақсы жұмыстар өте көп, бір жылу тартатындай жұмыстар көп екен. Енді өте қуаныштымыз. Көрмеңіз осы 60 жасқа келіп, осы мерейтойыңызда осындай көрме жасап жатсыз. Ол деген біздің отырған студенттерге де өте үлкен не болады, ұлағатты ұстаз дейді ғой, ұлағатты ұстаз деген осындай өнер жолда жүрген соң, сіз тек қана сабақ бермей, өзіңіздің өнеріңізбен еще оқулық жазасыз, терең, сіз өшепсіз ғой, философсыз былай айтқанда. Сіз өзіңіз былай әр нәрсені талдағанда, дипломдық жұмыс, енді қана жақсылық болсын, еліміз тыныш болсын. Бүгінді байланыстыратын рухани көпір деп ойлаймын. Бүгінгі көрмеге арнайы шақырылған қонағымыз Сырғабаев Санжар Болатханұлы, Әбілхан Қастеев мұражайының ғылыми қызметкері, өнер философиясы бойынша Менің есімім Санжар, осы көршілеріміз бірнеше жыл болды, мен осында кезген көрмелермен осындай дөңгелек келіп тұрысып тұрамыз. Енді мен жаңа келесі бірінші байқаған бұл көрменің жаңа аннотациясына қарадым, әдейі қысқа жазылған екен. Демек бізге өзімізге деген сән мүмкіндік берген екен да, суретші ойланып көрмелердің бәрін сіздерге жазып айтып бере салсам, бұл белгілі бір. Сондықтан мен солай түсіндім сіздің ойыңызды. Демек бұл суреттерге біз өзіміздің интерпретациямызды жасап қарай көру деп ойладым. Жалпы өнерде ұстап тұрған екі тип бар ғой, ол кеңістік және уақыт деген мәселе. Сондықтан сіз әдемі алып шығыпсыз, Зариф Ахтияров бар, Карлос Кастанеда деген мексиканың Американың бір жазушысы Мексикаға барып жазған еңбегінде осы кеңістік туралы жазған шығармасында айтады да, Дон Хуан деген бір тайпаның ғұламасы жоқ, сол кісі кез келген кеңістік дейді, жауып, ішкі кеңістік деп атамыз. Ішкі деген сөз, яғни бір нәрсенің ішінде деген сөз. Сонда кез келген ішкі кеңістік, жауып, кеңістікте энергия болады, сенген екен сол тайпа. Демек кез келген бөлмеде, өңірде, көліктің ішіне кірсең де, көліктің ішіне ол кісінің аманасы бар кіреді болмайды кеңістікте. Сонда бір кеңістіктің өзінің бір энергиясы болады екен, сондықтан сол кеңістіктің ішін сезіну дегенде қызықты сондай бір әрекет жасап, интерпретация жасауға болады екен, сондай ой келді жаңа келесі. Мысалға деген шабытымыздың бәрі ішімізден шығады, яғни біз бүкіл әлемді сурет арқылы, музыка, театр арқылы береміз, соның бәрі біздің ішімізде тұнып тұрады екен, сондай оятып шығара аламыз. Сондықтан да көрмеңіздің атырауын өте сәтті таңдалған деп есептеймін. Кескіндеген сондықтан қуанып жатырмын, жаңағы таңғы қысқа ауа деген суреттерді қарап отырсам, сонда қазіргі жаңағы көрменің аты бүгінгі, мынау да бүгінгі күніміз, біздің күнделікті, жалпы бүгінгі күнді қабылдау қиын ғой. Себебі бұрынғыда керемет пейзаждарды санаймыз, үйлердің архитектурасы да әртүрлі, біреу телефон ұстап отырады, бізде пробкалар, кептеліс көріп отырамыз. Ал оны жаңа кескіндеме түрінде әдемі жеткізу қиын. Сондықтан осы бүгінгі күннің жаңа бейнесін сіз қарапайым осындай бейнелер арқылы адамға әсер ете алатын бейнелер арқылы беріп өтесіз. Осы жұмыстарыңыздан таптым ғой. Содан кейін жаңағы қысқа аула деген ана жұмысымыз қысқа аула. Сол жұмыстан бүгінгі күннің қарапайым күнделікті біздің визуалды көріп өскеніміз, даже кішкентай кезімізден бастап анамыздың бар көрпелерді жайып келгендер деген сияқты тәрбие үлгілерінің өзін қарапайым неше түрлі ассоциациялар келіп арқылы біз шынайы сезіне алып келгенімізді тіпті қарапайым осындай образдар бар. Суреттердің бәрін жинап каталог шығарамыз. Шектеулі тиражда содан кейін басынан директорды оятып
айтабыз сіздер. Әбдіхан Қасымов атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музей ұжымы сізді мерейлі алпыс классқа толуына жүрген құттықтайды. Сіздің шығармашылығыңыз қазақ бейнелеу өнерінде өзіндік көркемдік, тілі, терең философиялық мазмұны және ұлттық дүниетанымның ерекшеленетін көрініс. Мүсін мен кескіндеме саласында туындыларыңызда кеңістік, мәдени жады, мифологиялық таным мен адамның ішкі рухани әлемі көркемдіктерге үлесін қосады. Жақында ашылған ішкі кеңістік атты көрмеңіз суретшінің ұзақ жылдар бойы шығармашылық ізденістің нәтижесін айқын көрсетіп, көрерменге ерекше рухани әсер сыйлаған маңызды мәдени оқиға болды деп санаймыз. Бұл көрме сіздің өнердегі терең ойлы ізденістеріңіз бен авторлық дүниетанымыңыздың тағы бір мәрте айқындап көрсетті. Сізге зор денсаулық, шығармашылық шабыт, жаңа көркемдік табыстармен өнер жолындағы жарқын жетістіктер тілейміз. Сіздің еңбегіңіз ұлттық мәдениетіміздің дамуына қызмет етіп, жас суретшілер үшін рухани бағдар бола беретініне сенімдіміз. Құрметпен Әбдіхан Қасымов атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық музейінің директоры Жұмабек Абдуллаев. Сол сияқты бүгін мен өткенде айтқанмын, Мәдинаға сіздің үлкен кімге беремін? Сізді балаңыз айтатын кімге беремін деп едім. Алла мен өте қуандым сіздің келгеніңізге. Сіз енді өткен жолы да сөйледіңіз, бірақ дегенмен қазір бір өзіңіз бір ауыз лебізіңізді айтсаңыз. Разных возрастов, разные годы выпуска, но все они выпускники Алматинского художественного училища, теперь уже колледжа. Всегда здороваются, уважительные, то, что нужно нам, старшему поколению. Мальчик Александрович, конечно, мы знаем это еще с момента поступления. Есть даже одна историческая фотография, как Малик Александрович на вступительных экзаменах рисует, и принимающие экзамены наливаем от ответного Ружевич. Он наклонился к вам, и вы там 16-летние или 14-летние сидите, рисуете. И с тех пор мы вас знаем. Многое, конечно, повидали в старом здании, но, дорогое, всегда они поддерживают друг друга. Если персональные выставки, или групповая выставка, или какие-то заказы, то выпускники Алматинского художественного училища друг друга всегда поддерживают, друг друга зовут, знают, где живут одними заботами, одной такой судьбой выпускника Алматинского художественного училища. Вот одним из них является Малик Александрович. Жить лет мы знаем, что это такое, потому что в каждой семье чтят тех, кого нет сегодня с нами в этом мире, ушли в мир иной, оставив какой-то след. Вот. Ваши работы, как это уже отметил искусствовед Санжар, вот это зимний дворик, да, можно назвать, московский дворик. А вас сказать как о человеке. Можно, да? Мы почти 40 лет работаем. Сіз 34 жылға істегенсіз. Мен 38 жылға почти 40 жылға істеген. Прежде всего личность, которая сочетает в себе доброту. Действительно, Малик Александрович очень добрый человек, да? Честность, ответственность и уважение к окружающим, нам, ко всем. Он искренен в своих поступках, умеет сопереживать, обладает высокой моралью, готов бескорыстно помогать, не ожидая ничего взамен. Создавать, то есть вокруг себя приятную, очень хорошую, приятную атмосферу. Хороший человек — это не просто тот, кто делает приятное, но и тот, кто следует внутренней своей этике. Да? Как бы этический компас существует у человека. Он способен защищать свои границы, не вредя другим, не делая плохо другим. Но он при этом бережет свои границы, так, не причиняет другим это. Басқаларға зиян келтірместен сондай өмір сүреді деп ойлаймын. Малик ағайымыз 7 жыл болып шықты. Оған қуанып жатырмыз. Енді скульптор ретінде сөз жоқ, мен компетентный адам емеспін, бірақ дегенмен осы жұмыстардың арасында маған ең тартымды жұмыстар осы таспен жасалған сәл осы екі жұмыс минималдық жұмыстан таспен жасалған. Өйткені мына жерде андай сеніңіз, мына жерде скульптура да бар, живописный институттар да бар.
бұл жерде ең басты кейіпкер кеңістік деп ойлаймын. Өйткені мынау кеңістік деген мыналарды айналып мысалы қазір айналып жүрген кеңістігі осы біздің арқылы біз алып кетеді. Әртүрлі қимылдарды, әр пространствоны. И сонымен мынау выставканың бәрі бірігіп тұрған сияқты. Бір алға, бір сезім. Живопись этюдтардың, трендердің жұмыстарының бәрінде қаншалықты деп үңіліп қарайтын жерлер бар да, бірақ жұмыстың бәрі сондай бір тұтас болып көрінеді. Соған таңғалып жатыр. Прямо жыбырлатып рахаттанып салмаса, бірақ қаншалықты бәрі бірігіп тұр. Соған таңғалып. Бір жерде де кеңістік алысқа келеді, бір жерде де ограниченный пространство. Бірақ өткен жолы саған айтайын, ең жақсы көретін жұмысым. Ең бірінші қар дедім ғой да? Алғашқы қар. Бұл жерде мынау жұмыс қарапайым болып тұр. Маған бәрібір. Мен сендерге ұнаймын ма, ұнамаймын ма, маған бәрібір. Сіз осы басында тоқтадыңыз. Мына жерде такая свежесть. Нәлібаев тобы, Бәліктің домбырасы жинап келді. Онда Бәліктің домбырасына қызықты бәрі. Өте дыбысы да жақсы шықты. Сол училищеде біз алғанымыз, мысалға, мен енді мынау Бәліктің осы выставкасын ашқан кезде соғандардың ие өздерінің аталары, соның несін ағаштан шоғып жасаған болатын. Ашылыға турайын арасында. Енді былай қарасаңыз, мүсіннің өзі, мүсіншіге байланысты қарасаңыз, мүсіншінің ішкі мәдениетіне байланысты живопись жазып жаңа қырынан танымадық. Ол да бір керемет жағдай. Былай қарасаңыз, өте тамаша. Сізге шығармашылығыңыз ұзағынан болсын. Және де жаңа 60 жас мерейтойыңыз толсын. Шыңдап үйреніп жүрміз. Мына живопистің сізге үлкен тәжірибе енді. Былай қарасаңыз, бізге де мүсінші жеріміз. Жалғасын творчествоны жалғастыра бересіз. Ұзағынан болсын. Керемет. Шайқас деген жұмысыңыз маған қамтылады. Бұраудан жасалды. Пластикті, жаңа форма. Сол. Құтты болсын тәрбие. Мен басында ойлағам, көрмені живопись, графика, скульптура деп жасаймын. Одан кейін аяққа жұмыстарының бәрін әкелдім, мен 40 шақты мүсін әкелдім. Мен композициялық жағынан тек қана не емес, мына экспозицияның өзінің композициялық жағынан қарадым да 40 жұмыс мына жерде ауыр болды. Ауа қалмайды да, сонымен мына жерде 21 жұмыс қалдырдым, қалғанын бәрін қайтара алып кеттім. Живописпен жаңағы мүсін жақсы үйлесім табатынын көрді да. Мен Малика Васильевна құттықтағым келіп тұр. Мен кескіндеме жағынан айттым. Мүсінді енді жаңағы философский өте қарасаңыз бәрі қызық. Любой жұмыста бір өзінің бір әр жағынан қырлары бар екен, өте қызық. Живопистен де жақсы. Біз биыл өзі жан-жақтан көріп жатқан екенбіз. Көрме ұйымдастырып енді өз ішімізде өте қуаныштымын. Бұл жерде тоқтатпауымыз керек. Біз жаңа балаларға көрсетіп, елімізге көрсетіп, қамшалы. Рахмет сізге. Енді жалпы кескіндемемен мүсін негізі егіз ұғымы ар жағында Да Винчи олар бірге алып жүрген. Осы алыммен қатар қызметте болған Сәулет ағайымыз живопись топ артынан мүсінмен айналысқан. Сол себепті егерде жүректе қуат болса, қолда шеберлік болса, онда өмірге деген көзқарас болса, онда барлық өнердің құндылығы бір ізденіс болса,
Жалпы екі нәрсеге тоқталғым келіп тұр сіздің бұл шығармашылығыңызда. Біз реализмде көп нәрседе адамдардың ойында айнытпай салуды айтады. Ал сіздің шығармашылығында реализм деп ол біздің шынайы өмірді, реальный өмірді. Әрбір шығармаңызда салынған эффекттеріңізде орта мен табиғат пен суретшінің қатерінің бар екенін дәлелдейді. Ал мүсіндегі шығармашылығыңызда ол сіздің бұрыннан бері танымдық тарихи аңызға, мифологияға құрылған болса композициялық шешімдеріңіз. Ал кескіндемеде ол сіздікі кеңістік пен күй. Ал кеңістік деген ұғымға келетін болсақ, ол менің ойымша үлкен ұғым. Ал бұл жерде ол суретшінің өзіндік ішкі сезімі деп ойлаймын. Сондықтан жастар ағайларымыз 60 жасында қолына қалам алып Сонда жеткізіп уақыттың ішінде сіз тез көрме жасап ұстадыңыз. Жақсы уақыт күткен жоқсыз. Ана не деп айтады ғой, бір істің басы не деп тура сондай уақытта қазір дәл бастау керек. Соған көріп былайша айтқанда шарттандыру істеуіне барлығымызға бір жақсы уақыт күтіп отқан жоқсыз. Қыс көбінесе жазғы салған жақсы көреді. Сіз қыстың күні күздің алдында бәрі істеп тұрасыз. Жақсы уақыт күткен жоқсыз. Бұл үлкен шабыт береді және бәріне жігереді деп ойлаймын. Осы жаңа нәрсені істеу ол енді әр адамның не қояды, ізденіс уақытында болады деген андай не қойсын. Бірақ бәрібір айырмашылықтар болады ғой. Қандай айырмашылық байқадыңыз, қандай сезім алдыңыз, қандай қорытындыға келдіңіз деген сияқты. Не байқадыңыз соны? Рахмет. Жақсы сұрақ. Жақсы сұрақ, иә. Мен мысалы живописпен училищеден кейін айналыспаппын да қазір. Бірақ менде іште айналыссам деген болған талай. Бірақ соған бір рет келмей қойды. Әне деп соғып жүрдім. Содан жаңағы осы әйтеуір тәуекел деп кірістім. Әйтпесе алдында ұлттарға бір рет шығып ғой. Сол кезде тағы да айтып жүрдім, барғым керек еді. Ол кезде де әне деп соғып жүрдім. Содан кейін осы октябрьдің 25 октябрьдің ортасынан бастап кірістім ғой енді. Содан кейін өзі бір бастаған екен өзі қызыға береді екенсің. Кішкене эксперимент жасағым келеді түс жағынан. Қандай жұмыс және қамал еткен жұмыс бірінші алғашқыға жауды жаңбыр араласып. Ана шылқызап жатыр, терезеден қарадым жаңағы. Яғни қарнап қалды да жаңағы. Шықсам ба шықпасам да бір шетінен ана суық одан кейін шылқызап жатыр, шыққым келмейді. Содан ана қар әсер етті ме? Содан кейін жаңағы тәуекел деп жаңағы соған теңді алдына шықтым. Содан ана екеудің жаздым мысалы. Жалпы мына мүсінде бір бөлек кеңістікте, мына пленерде, живописте мүлдем басқаша әсер етеді. Бір жақсы әсер аласың, маған өте ұнап қалды. Енді бұл өнермен арқасында арқай жалғастыра беремін деп ойлаймын. Жалпы суретші дегенде суретші жан-жақты болу керек. Және қандай дұрыс Микеланджело алсақ, Микеланджело ол да скульптурамен айналысады ғой. Ол ана Микеланджелода скульптурамен айналысқан, бірақ заказдар болмағаннан кейін жаңағы бұл живопистің заказдар болды, Леонардо көп заказ алғаннан кейін Микеланджелода живописпен заказ алып жаңағы соборға кірісіп кетті ғой аяқ астынан. И сонымен живописпен айналысып кетті. Леонардо да Винчи де скульптурамен айналысқан. Жалпы суретші деген жан-жақты болу керек деп есептеймін. Совет үкіметінің психологиясы, менталитеті қалыптасып қалған. Мынау суретші график, мынау суретші прикладник, мынау суретші живопис деп совет үкіметі бөліп тастағанда. Ал жалпы дүниежүзі бойынша Европада басқа жерде ондай бөлу жоқ. Суретші ол суретші. Ол мүсін де жасайды, ол жаңағы графикада, ол живописте, ол дизайнер болуы мүмкін. Сол себепті мен ойлаймын суретші жан-жақты болу керек. Меніңше болса қорықпай жан-жақты эксперимент жасай беру керек деп ойлаймын. Неліктен көрмеңіздің тақырыбы ішкі кеңістік деп аталды? Бірінші сұрағым. Сіз үшін өнер мамандық па, миссия ма? Бірінші осы көрменің тақырыбы ішкі кеңістік деп алған себебім, жалпы біз бәріміз адамзат кеңістікте өмір сүреміз. Ол сыртқы кеңістік болсын, мынау көрме залының өзі бір кеңістік.
Ал енді ішкі кеңістікте отырған сенің адам мысалы ішкі кеңістік, бірақ адамның ішкі дүниесі ол да бір кеңістік. Білім жинаған білім бар, көрген жағы несі бар, тәжірибесі бар, соның бәрін ішкі кеңістікке ол араластырып, сол ішкі кеңістіктен содан көрерменге бір дүние әкеліп береді деп ойлаймын. Сол себепті мына ішкі кеңістік, әркімнің ішкі кеңістігі бар. Мен мына жерде басында көрме жасаған кезде әр жұмысқа қысқа жаңағы концепция жазып қойған болатынмын. Кейін ойландым да, неге мен концепцияны жазамын, неге мен көрерменді өзім программаға загонять етуім керек. Мен өзім ойымды әр жұмыста кеңістікте мен өзім ойым болды, философиялық нем болды. Бірақ ол менің ішкі ойым философия. Бірақ әрқайсының өзінің ішкі кеңістіктері бар. Мысалы, Санжар мырзаның өзінің ішкі кеңістігі бар. Басқаның да сол өзінің ішкі кеңістігімен келіп өзінше қабылдауы. Менің ойымды оларға жалғастыруы мүмкін. Мысалы, Санжар өзінше жалғастырады. Жаңағы әдеби өзінше жалғастырып әкетеді дегенде, қадыр өзінше жалғастырады. Сол себепті мен оны бірден концепцияға жазбадым, өзінше қойдым, атауларын ғана ары қарай сол әркімнің ішкі кеңістігі ары қарай алып кетсін. Сол ішкі кеңістік деген ішкі сезім, жан дүниесі, бүкіл өмір бойы жинаған білімі, жаңағы тәжірибесі, көрген заттары, соны іште алып қалмау керек. Соны іштен сыртқа шығару керек та, сонда ол жаңағы екінші сұрағым айтып тұрған миссия, сол миссия орындалады. Әрбір адам бұл дүниеге келгеннен кейін әр адамға Алла Тағала өзі бір дарын береді. Біреуі математик болуы мүмкін, біреуі физик болуы мүмкін, біреуі. Ал біз енді суретші болғандықтан ол бізге қолдануға келмейді ғой. Ол мысалы Алла Тағаланың бір берген қасиеті дарыны. Ал Алла Тағала оны әр адамға бермейді, әйтпесе бүкіл адамзаттың бәрі суретші күтпей ме? Сондықтан ол берілді ме, сенің миссияға түсті, сен ол жүкті алып кетпеуің керек өзіңнен. Көрмеме осы келіп отырған өзімнің әріптестерім бар, Санжар мырзаға да көп рахмет, жаңағыдай өзінің алып уақытын қиып ошаққа келіп осындай мына көрмені өзінің жаңағы ойын айтып осыны бөлісіп отырған рахмет сізге. Осы әріптестеріме рахмет. Бір шетінен оқушыларымыз бар, студенттеріміз бар, оларға да бір мотивация беретін шығар деп ойлаймын. Өйткені жаңағы мүсінші тек қана мүсінмен ғана емес, мен өзімнің студенттеріме де айтамын, живописпен де, графикамен де жан-жақты айналыссаң, ол сені байыта түседі. Бейнелеу өнерінің саласын кеңітеді деп ойлаймын. Сіздердің бәріңізге рахмет. Осы ең бастысы сіздерге сол денсаулық пен И когда, если вы хотите стать великими художниками, надо развиваться, смотреть. Только тогда у вас будет такой творческий потенциал. Студентам желаем, чтобы побольше, раз вы выбрали эту специальность, как сказал Малик Гаусханович, это дар от Бога. Не всем суждено быть художником. Раз у вас какая-то малейшая что-то, изюминка внутри есть, какая-то частица, вы должны это дальше развивать. Это только благодаря таких выставок, смотреть, читать. Менде сол жаңа жұмыс